Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Отан ТВ тәуелсіз арна. Биліктің емес, халықтың қызметінде болайық. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. 30 жыл бойы еңбектеп келген мемлекеттің еңсесін тіктер кім бар дейсіз? Ол әрбір істің лайықты маманы. Әлихан Бөкейхан айтпақшы, өлсемде қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген білікті азаматтар. Билік мұндай тұлғалармен 30 жыл бойы алысып келді. Бірін өлтірді, бірін қамады, бірін атты. Аяғында не болғанын өздеріңіз көрдіңіздер. Жеңілген жеңімпаз хақындағы елдің дамуына айтарлықтай үлес қосалар бірден бір маман деп уран саласының данышпаны атанған Мұхтар Жәкішев ағамызды айтуға болады. Тоқаев оның жазықсыз істі болғанын жақсы білет, сондықтан барлығын ысырып қойып, иісі қазақтың іскер ұлын үкіметті тізгіндеуге ұсынса, ел болып дамуымыз әлде қайда ілгерілейтін еді. Қазір қарапайым халықтан сұрасаңыз, Қазақстанның дамуына сеніммен қарайтындардың аз екендігін байқаймыз. Олар Қазақстанға емес, мына қазіргі ел басқарып отырған үкіметке, премьер-министрден бастап, депутаттар мен әкім қараларға сенбейді. Солай емес пе? Пікір жазыңыз ендеше. Елді дамытудың дайын жол картасын ұсынған біздің бүгінгі тақырыптың басты майталманы Мұхтар Жәкішев мырза жақында Парасат деген клуб құрғандығын айтады. Істегелі отырған жұмысы масқара енді. Бұл туралы ағамыздың өзі былай дейді: бізді кезінде күйіп бара жатқан жерлерге жіберді. Мені Қазатомпромға, Әблязовты Кигокқа, Нұрланды Праткорпорацияға дегендей. Біз барғанда ол жерлер жабылайын деп, құрайын деп тұрған. Жанталасып бағдарлама жасадық. Дағдарыстан шығардық. Жолымыз болды әйтеуір. Ал жолымыз болмағанда не болар еді? Барған жерлерімізді жауып тастасақ қалай болар еді? Яғни, жаның мұрныңның ұшына келгенде әрекет ету деген жақсы дүние емес. Біз қазір алдын ала үлкен бағдарлама дайындауды ойлап отырмыз. Ең қызығы, оның бәрін сол шаруаны істеп жатқан адамдармен бірлесіп жасаймыз. Нақты ақпаратты қорыта отырып жүзеге асырамыз. Өйткені қағазда жазылған, өзің сұратқан анықтамада айтылған ақпаратқа сенсең, онда сол жерге біреудің жазып қойған ақпарат аясында жұмыс істеп отырсың деген сөз. Біз әр шаруаның басына барып, мәселені түсінуіміз керек. Шаруаның басына барсаңыз, ешқандай қағазда жоқ ақпараттарды ала аласыз. Біз не сатып отырмыз? Біз пайдалы қазбаларды сатып отырмыз. Экспорттық позициямызға қарасаңыз, бәрі жердің астынан шығатын дүниелер. Қолдан жасап, ештеңе сатпаймыз. Телефон, компьютер, тікұшақ сатып отырған жоқпыз. Солай ғой. Жерді қазамызда астынан шыққан затты сатып, оның ақшасына басқа елдердің валютасын аламыз. Сосын сол валютаға сырттан басқа заттарды ала аламыз. Енді халқымыздың тұтынушылық кәрзеңкесіне қараңыз. Біздің адамдар тапқан ақшасына не сатып алады? Негізінен азық-түлік алады. Басқаға ақшасы жоқ. Телефон алса, не қарыз қалады, не несиеге алады. Енді қарауымыз керек. Халықтың алып отырған азық-түлігінің неше пайызы сырттан келеді. Егер 30-40%-ын шетелден әкелетін болсақ, біз тапқан валютамызды тамаққа айырбастап жатқан болып шығамыз. Яғни жерді қазып, қазба байлықты тамаққа айырбастап күн көріп отырмыз деген сөз. Ең алдымен осы дүниені өзгертуіміз керек. Азық-түлік түгелімен өзіміздікі болсын. Валюта, яғни мемлекет ретінде тапқан ақшамыз тамаққа жұмсалмау керек. Тамақты өзіміздің теңгеге алуымыз керек. Басқаша айтқанда, тамаққа жұмсалған ақша іште қалу керек. Ол үшін не істемек керек? Азық-түліктің бір түрін мысалға алайық. Соның 30%-ы сырттан келеді дейік. Біз 70%-ын шығаратын отандастарымызға хабарласуымыз керек. Сендер ана 30%-ды шығара аласыңдар ма дейік. Ол үшін не істеу керек деп сұрайық. Олар онсыз да сол шаруаны істеп жүргендіктен не істеу керегін бізге айтып береді. Осы мәселені шешсек, енді бұл өнімді шетелге не экспортқа қоямыз. Яғни
Шетелге неге шығармаймыз деген нақты сұрақ қоямыз. Бұған не кедергі? Тасымал ма? Мемлекет көмектессін. Алысқа апара алмаймыз ба? Жақын шетелдерге апарайық. Шығынын жабатындай қашықтықты анықтайық. Мүмкін кейбір өнім түрі өте алысқа да апаруға болатын шығар. Осылайша өнімдердің экспорттық потенциалын анықтаймыз. Мүмкін қаптама жасау қиын шығар бізде. Қаптама жасайтын зауыт ашайық. Қазба байлықты сатып тапқан ақшамызға шетелден зауыт сатып әкелейік. Ол зауытқа адамдар жұмысқа тұрсын. Ол зауыт біздің басқа өнімдерімізді сатуға септігін тигізсін. Кез келген саланы осылай шетінен реттей бастасаңыз, ол келесі бір салаларға жалғасып кетеді. Ауыл шаруашылық техникасын шығару керек болатын шығар. Ол үшін металл өңдеу ісін реттеу керек болуы мүмкін. Солай кете береді. Қаладағы ескі үйлерді алайық. Қаланың үйлерін уақыты келгенде жөндемесе болмайды. Алдымен ол үйлердің тізімі керек. Сосын не істеуге болатынын қарау керек. Онсыз да сомен айналысып жүрген адамдармен бірігіп істеу керек әрине. Бізде ішкі нарық жоқ деп көп айтады. Мәселен, осы ескі үйлерді жөндеуге келгенде үлкен нарық бар деп ойлаймын. Мысалы, ескі үйлердің құбырын ауыстыру керек дейік. Өте көп пластик труба керек болады. Ол трубаны сырттан сатып әкелмейік. Өзіміз өндірейік. Тағы да сол онсыз да соны өндіріп жатқан адамдарды тауып аламыз да сұраймыз. Көбірек шығару үшін не керек? Мүмкін гранула жоқ шығар. Неге жоқ деп мұнаймен айналысып жүргендерге барамыз. Шығарсын, мына жақта сұраныс бар ғой. Ескі үйдің құбырын жөндеп болған соң электр жүйесін реттейміз. Қаланың ішін жаңартып болған соң тоқ өндіретін станцияға барамыз. Екібастұздағыдай жағдай болмау үшін ол станциялардың қай жерін жөндеу керек, соны қараймыз. Халық өсіп келе жатса, жаңаратын нәрселер бар шығар. Халық өскен соң істемей, өспей тұрып істейік те. Бұл жұмыстар республика бойынша жүреді. Шаруа барысында әр өңірден, әр саладан өзінің мықтылары шығады. Жол тапқыш, харизмасы мықты тұлғалар бой көрсетеді. Өйткені ол жерде ешкімді тағайындамайды. Кімнің қолынан іс келеді, сол көрінеді. Міне осы азаматтар мемлекеттің жұмысына тартуға болатын адамдар деп айта аламыз. Біздің билік жұмыс істейтін адам жоқ деп жылайды. Басқа адам болмаған соң аздаған топты айналдырып қоя береміз деп. Біздің клубқа неғұрлым көп кәсіпкер кіріп, жұмыс жүрген сайын бағдарламамыз өрмекшінің торықсап шайылып, өзара байланысып, бара-бара бәрін қамтып кетеді. Ішкі нарықтың көлемін анықтаймыз. Пайда болуы мүмкін нарықтарды табамыз. Мысалы, ескі үйді жөндеуге бюджетке қалған ақшаны бере салмай, оған қанша ақша керек екенін анықтауға болады дегендей. Бұлай шаруа істей бастағанда жұмыс орындары да ашылады, әрі бюджетке салық түсе бастайды. Шикізат сатып қана отыратын экономика үлгісінен алыстай бастаймыз. Импорттың орнын алмастыру, экспортқа тауар шығаруға ұмтылу, валютаны сақтау. Міне, әңгіме осы туралы. Осы жайында ауыл шаруашылығында жүрген адамдармен сөйлессек, олар сенбейді. Қаншама бағдарлама болды. Ешқайсысы жүрген жоқ. Алдымен осыған дейін бөлінген ақшалардың қайда кеткенін анықтауымыз керек дейді. Бұрынғы бөлінген ақшалардың соңына түсу деген қайықтың тесігін бітеу сияқты жұмыс. Оны саған бітетпейді де. Үстінде отырған адамдар біреуін бітесең, басқа бір жерін тесіп тастайды. Өйткені ол жерде үлкен ақша жүріп жатыр. Ана адам жұмыс істеу үшін емес, сол ақша үшін барған дегендей. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. IT саласындағы жігіттерге бір компьютерлік бағдарлама жасау керек дедім. Ол не бағдарлама дейсіз ғой? Мысалы, мал шаруашылығымен айналысып жүрген адамды алайық. Ол мемлекеттен ақша алу үшін жаңағы бағдарламаға кірсінде толтыратын жерлерін толтырсын. Сосын бұл фермеріміздің мүмкіндіктерін адам емес, сол бағдарламаның өзі тексерсін. Салығын тексерсін, спутниктен қарап фермердің көрсеткен жерін тексерсін. Қазір фермердің көрсеткен жерлері жасанды интеллект арқылы бәрін анықтай алады. Алгоритмін салып қойсаңыз болды. Бірақ оны серверге байламай, блокчейн негізінде жасау керек. Сонда оны ешкім бұза алмайды. Міне осылайша жасанды интеллект бірнеше фермердің өтінімін қабылдап, зерттеп шыққан соң, мына жақтағы банктың ұсыныстарымен сәйкестендіріп ақшаны кімге беру керегін өзі шешсін. IT мамандарына осыны істей аласыңдар ма десем, істей аламыз дейді. Біз осыны істесек, жемқорлық жайлаған елде ақшаны жемқорлықсыз бөлетін жүйе жасап шығамыз деген сөз. Енді қызықты қараңыз. Біз мұның бәрін істеп болсақ, осыны енгізу үшін парламент
заң қабылдау керек болады. Мысалы, сіз депутатсыз дейік. Біз мына бағдарламаны апарамызда сіз жемқорлықты қолдайсыз ба жоқ па деп сұраймыз. Егер жемқорлыққа қарсы болсаңыз, мына бағдарламаны қолдауыңыз керек. Ал егер қолдамасаңыз, неге қолдамайтыныңызды айтыңыз. Айта алмасаңыз, бұл жерге жұмыс істеуге емес, қалтаңызды қалыңдату үшін келдіңіз деген сөз. Сайлаушыларға барамызда солай деп жайып саламыз. Біз осыны істеген соң мемлекеттік қызметке жемқорлар баруын қояды. Өйткені ол жерде пайда таба алмайсың. Ақшаны жасанды интеллект бөледі. Бұзайын десең блокчейнде тұр. Бұза алмайсың. Одан кейін мемлекетке пайдамды тигізем деген адамдар ғана мемлекеттік қызметке баратын болады. Бұл қазақтың данышпаны атанған уран саласының маманы Мұхтар Шәкішевтің өз пікірі болатын. Ағамыздың айтқан бұл жоспармен келіссеңіз, міндетті түрде пікір қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.